Екінші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Оқушылар, бүгінгі сабақта белсенділік танытамыз десек, 1 рет қол шапалақтаймыз. Мұқият тыңдап, тапқырлап көрсетеміз десек, 2 рет. Ал сабаққа дайын болсақ, 3 рет қол шапалақтайық. Ең алдымен бүгінгі жаңа тақырыпты анықтау үшін ребусқа назар аударыңдар. Қандай сөз шықты? Сөз таптары. Демек, біз бүгін сөз таптарымен танысамыз. Оқушылар, сөздерді оқып, кестеге орналастырып шығыңдар. Ата, салт дәстүр, қырық, үйренді, жеті, қызық, шілдехана, бесік, салды, үлкен, немере, жасайды, шақырады, әже, кішкентай. Бұл сөздер арқылы бүгін не туралы үйренеміз деп ойлайсыңдар? Ұлтымыздың салт дәстүрі туралы біледі екенбіз. Оқушылар, сөздерді кестеге қалай топтастырдыңдар? Өздерің қорытынды жасап көріңдер. Жасаған қорытындыларыңды төмендегі ақпаратпен салыстырып көріңдер. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз таптарына бөлінеді. Демек, сендер сөздерге сұрақтар қою арқылы оларды топтап жаздыңдар. Сөз таптарына зат есім, етістік, сын есім, сан есімді жатқызады екенбіз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Суреттерді сөйлетейік. Көріп отырған суреттеріңе сәйкес олардың атауларын тауып көріңдер. Бірінші сурет. Ат қою. Ат қою нәресте дүниеге келгенде молда азан шақырып ат қояды. Шілдехана. Жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын той. Бесікке салу. Үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әжеге тапсырылады. Сүндеттеу. Ата-бабамыз ер баланы 6-7 жасында бастап сүндеттеген. Тұсау кесу. Қас тұрған бала тез жүгіріп кетсін деп жасалатын ырым. Демек, бұлардың барлығы біздің ұлтымыздың салт дәстүрлері екен. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдап, берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мирас, ертең біздің үйге көп қонақтар келеді. Шілдехана жасаймыз. Шілдехана деген не? Шілдехана жаңа туған нәрестенің құрметіне арналған той. Тойда балаңыздың бауы берік болсын деген құттықтаулар айтылады. Қонақтар ән салып, домбыра тартып, өлең айтады. Шілдеханаға шақырумен де, шақырусыз да келе береді. Бұл той өмірге адам келгенінің белгісі. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қойып көріңдер. Кімнің үйіне қонақтар келді? Шілдехана деген не? Қонақтар қандай өнерлерін көрсетті? Оқушылар, сендер де осылай сұрақтар қойдыңдар деп ойлаймын. Мәтінге ат ойлап табыңдар. Шілдехана. Бұл мәтін әңгіме ме, әлде өлең бе? Бұл мәтін әңгіме, өйткені белгілі бір оқиғаны баяндап тұр екен. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма белсенді сөздік. Екі бағанда көрсетілген сөздерді сәйкестендіреміз. Нәресте, шілдехана, сәби, тұсау кесу, ұл, сүндеттеу, қыз, ұзату, керемет. Барлықтарын осылай орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмамыз сөздерді сұрыптау. Кім және не сұрағына жауап беретін сөздерді теріп бөлек жазады екенбіз. Ойыншық, нағашы, ата, түлкі, жоғары, келді, қарға, тәтті, дәрігер, ұста, ұшты, күріш. Кім сұрағына жауап беретін сөздер? Нағашы, ата, дәрігер, ұста. Не сұрағына жауап беретін сөздеріміз? Ойыншық, түлкі, қарға, күріш. Оқушылар, ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі алған білімдеріңді менің қатемді табу арқылы бекітеміз. Мен қай жерден қате кеттім? Мұқият тыңдап отырайық. Сөйлемдер мағынасына қарай бірнеше сөз таптарына бөлінеді. Олар бас дауыш, етістік, сын есім, баян дауыш, сөз аттары. Жарайсыңдар.
Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз таптарына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Бұлар сөз таптары екен. Барлықтарың мұғалімнің қатесін дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Оқушылар, SMS әдісі арқылы сабақтан не ұнады, маған не ұнамады, сабақты өзгерткің келетін тұстарды мұғалімдеріңе SMS арқылы жолдаңдар. Үйге тапсырма 42-ші бет 5-ші жаттығу. Сау болыңдар.